бар. Қазақ мектептерінің қара шаңырағына айналған Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші мамандандырылған гимназияның қазақ тілі менен әдебиет пәнінің мұғалімі Дүйсенбаева Мөлдір Сүйенқызы. Менің инновациялық педагогтық тәжірибем айдарындағы таныстырылымымды ұсынамын. Менің тұжырымдамамның өзектілігі. Тілдің қоғамдық қызметіне сай меңгерту. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде. Тұлғаның құндылықтық бағдарын қалыптастыра оқыту. Ұлттық және жалпы азаматтық. Тілді үйретуді білім алушының функционалды сауаттылығын қалыптастыруға бағыттау. Оқушының танымы мен сөйлеу дағдыларын бірлікте қалыптастыру. Қазақ тілін коммуникативтік, прагматикалық тұрғыдан оқыту. Білім нәтижелерін құзыреттілікке сай бағыттай оқыту. Осы тұжырымдамамның өзектілігі негізінде менің педагогтық тәжірибемнің құрылымы, ойлау жолдары, қалай оқу керектігін үйрену, нені оқу керектігін зерделеу, жұмыс әдістері, яғни белсенді оқу әдістері оқулықтың өн бойында көрініс тапты. Тыңдап отырған үштік, редакциялау парағы, ПОВС формуласы, рафт стратегиясы, ұйымдар диалогы, қар кесегі, синквейн, ой моншақ, телеграмма. Осы жұмыс әдістерінің негізінде мынандай жұмыс құралдарын негізге алдық. Оқу бағдарламасы, ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді жоспарлар. Оқыту мен оқуда ақпараттық технологияларды қолдану. Өзін-өзі және өзара бағалау. Осы тәжірибемнің құрылымы негізінде менің педагогтық тәжірибем бойынша білім мазмұнына қосқан үлесім. Жаңартылған білім мазмұны бойынша Атамұра баспасынан шыққан 9-шы сыныпқа арналған қазақ тілі оқулығы мен оқу әдістемелік құралының авторы ретінде сөйлесім әрекетінің түрлері тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдылары оқулықтың өн бойынан көрініс тапты. Тілдік қатынас әрекетінің түрлерін саралау оқулықтың басты ерекшелігі болып табылады. Тыңдалым мәтіннің жалпы детальды мазмұнын түсіну. Негізгі және қосымша ақпарат көзін анықтау. Мәтіннің астарлы ойын анықтау, жобалау. Айтылым дағдысы кезінде диалогтық және монологтық сөздерді құрастыру, өз ойын еркін жеткізу, өз ойын дәлелдеу, рөлдік ойындар, пікір таласқа қатысу. Жазылым дағдысында шығармашылық жазу жұмыстарының түрлері эссе, ой толғау, шығармашылық хат, жарнама мәтіндер, мақалалар, тағы да басқа. Ақпаратты графика, таблица, схема түрінде ұсына білу. Оқылым дағдысы кезінде әртүрлі мәтіндерді түсіну, мәтінді талдау, мәтіннің мақсаты мен көзделген аудиториясын анықтау, оқылым стратегияларын меңгеру. Осы оқылым стратегияларының жолдары туралы бүгінгі тұжырымдамамда кеңірек айтып өтетін боламын. Барлық оқушының
сабақ мақсатына сай бірлесе жұмылдыру үшін төмендегідей белсенді оқу әдістерін оқу үдерісінде қолдану тиімді деп есептедім. Әдістерді таңдау пән бойынша тақырыптың мазмұнымен анықталып, сараланып таңдалды. Жаңа сабаққа бір қадам жасау мақсатында миға шабуыл стратегияларын қолдану маңызды. Себебі оқушының жаңа сабаққа зейінін аударып, сабақтың тақырыбы мен мақсатын айқындауға ықпал етеді. Оқылым әдіс тәсілдері 3 кезеңді қамтиды. Оқылым алды кезеңі, оқылым барысындағы кезең, оқылымнан кейінгі кезең. Оқылым алдындағы кезеңде оқушының іс-әрекеті. Оқушылар мәтіннің мазмұнын терең ұғыну үшін, сонымен қатар оқылымды барынша тиімді қолдануға көмектесу үшін суреттерді, тақырып атауларын және басқа да элементтерді қалай пайдалану керегін үйренеді. Оқылым барысында оқушылар маңызды ақпаратты қажет емес бөліктерінен қалай ажырату керегін, соның ішінде оқу жылдамдығына қарай арттырып, бейтаныс сөздердің мәнін қалай ажырату керегін үйренеді. Оқылымнан кейінгі кезеңде оқушылардан қайталап оқуды, белгілі бір ақпаратты табуды, қорытындылауды сұрауға болады. Оқылым стратегияларында қолданылатын белсенді оқу әдіс тәсілдері оқулықта көрініс тапты. Қаламгер Жүсіпбек Аймауытов айтқандай, оқыту оқулықтан өмірге қарай емес, өмірден оқулыққа қарай жүру тиіс деген. Оқылым алды мағынаны тану деңгейінде ақылдың 6 қалпағы, ойлан, жұптас, бөліс, кубизм, 5 сурет, 1 жауап, оқылым кезі, тыңдап отырған үштік, редакциялау парағы, крест 0, дұрыс, бұрыс, рафт кестесі, ой моншақ әдістері тиімді. Саралау тапсырмаларының әдістері қолдану талдау, қарқын жылдамдық, нәтиже қорытынды, диалог және қолдану, жіктеу дағдыларын ескеру де маңызды. Оқылымнан кейінгі жазылым кезеңінде 3-2-1 кестелері, 5 сөйлем әдістері оқулықта айрықша берілген. Осы әдіс тәсілдерді қолдану негізінде оқылым бөлімінің ішкі дағдылары егжей-тегжейлі түрде меңгеріледі. Мазмұнын түсіну үшін оқу немесе көз жүгіртіп оқу, нақты ақпараттарды табу үшін оқу, егжей-тегжейлі түрде оқу, сөз мағынасын контекстен ажыратып оқу, мәтіннің құрылымын түсініп оқу, болжай біліп оқу, мәтін түрлерін ажырата біліп оқу, экстенсивті оқылым және интенсивті оқылым. Оқулықта оқу материалдары ой түрткі, ой қазына, ой таразы кезеңдері арқылы шоғырланып берілген. Бұл оқушының тақырып бойынша ұсынылған мәтіндермен тиімді жұмыс істеуіне, өзінің және сыныптастарының меңгерген білім деңгейлерін анықтауға, зейін зердесін жетілдіруіне оң ықпал етеді деп сенемін. Біз ғылым, білім, инновациялар үштігі тоғысқан әлемге қарай жылжып келеміз.